Сәлем баршаңызға. Мен сіздерге бүгін осындай шекерлікті дайындауды үйретемін. Ол үшін бізге осындай домалақ моншақ керек болады және оны жалғайтын сым керек болады. Осы арқылы бағанағы домалақ моншақтарды бір-біріне жалғап аламыз. Осындай аппаратпен көмегімен бұндайлар бізде бисер сататын жерде сатады, сол жерден ала аласыздар, таба аласыздар және осылай бір-біріне жалғап шығасыздар. Одан кейін осылай жалғағаннан кейін мен соңғысын көрсеткенмін. Осы жерде соңында қалай болатынын. Бұл домалақтан сіздер 7 үштігін жалғап аласыздар бір-біріне. Одан кейін мұны осы жалғаған жерден дәл ортасынан тағы да кішкентай моншақтарды шашыратып тура басындағыдай қылып ортасынан жалғап шығасыздар. Сол кезде өте сәнді, өте әдемі болып көрінеді. Мен мына жерде уақытты созбай тезірек жалғап көрсеткен видеом болып тұр. Одан кейін екі жағын бір-біріне қосу үшін осындай сымдарды дайындап аласыздар. Сол сымдарды осы моншақтың екі шетіне жалғап аласыздар. Дәл осы видеода көрсеткенде жалғап алыңыздар. Содан кейінгі шаруамыз бір-біріне ілетін ілгішін дайындау. Мен сіздерге мына жерде көрсеткенмін қандай түрін. Бұны барлығыңыз білесіздер. Осыны моншақтың ең шетіне жалғап алып, екінші шетіне бағанағы сымдарды бір-біріне жалғап атқан домалақ кішкентай сымымыз бар ғой, өзі арнайы бұл да сатылады. Соны екінші шетіне жалғайсыз. Сонымен почти біздің шекерлігіміздің жартысы дайын. Одан кейінгі шаруамыз мына жерде мен көрсетіп жатқаным, осы цептің екінші тесігінен біз моншақты кіргізе бастаймыз. Ол моншақты осындай шеге сияқты болады. Міне осыған 4 үштік моншақты кіргізіп, екінші шетін қайырып, тура осылай дайындап аламыз. Осыны бағанағы сымға жалғаймыз. Екінші тесігіне өзінің арнайы бағанағы мен сізге айтқан жалғанушымен бірге жалғанатын болады. Домалақ ол жалғайтында арнайы сатады. Іздесеңіздер таба аласыздар. Мына видеода толық көрсетілгендей жалғап шығасыздар. Арасы 3 тесіктен кейін тығылады. Одан кейінгі шаруамыз бізде осы септі өзіңіздің қалауыңыздағыдай қылып, ұзын қылсаңыз ұзын, немесе кішкентайын қаласаңыз кішкентайын өздеріңіз кесіп дайындап аласыздар. 8 үштік дайындап аласыздар. Және оны сол бағанағы моншақтың астына жалғап шығасыздар. Бұны негізі ұзын қылсаңыздар өте әдемі көрінеді. Мына видеода мен созбай уақытты сразу жалғап көрсеткен жерім. Міне тура осылай жалғап аласыздар. Мен бағанағы айтып жатқан жалғауыш дегенім осы видеода анық көрсеткенмін. Қазір қарасаңыздар, міне домалақ болып үлкен болып тұрған арасындағы соны сатып аласыздар арнайы. Міне почти біздің шекерлігіміз дайын. Ең соңғысы ол астыңғы жағына осы сымның бағанағы маңдайда тұрған ең кішкентай моншақта жалғап қоясыздар. Сонымен шекерлігіміз дайын болады. Міне осылай әдемі болып, наурыз айында мерекеде қазақы бұйым ретінде таға аласыздар. Мені көргендеріңізге рахмет. Дұрыс емес жерде айтқан болсам, комментарияға жазып кетіңіздер, маған подписать етіңіздер. Келесі көріскенше сау болыңыздар.